Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Жібек. Бүгіннен сіздерге алмадан жасалатын тосаптың қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Дәл осы видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Бізге 7 килограмм алма қажет болады. 7 килограмм алманы жақсылап тазалап жуамыз, 2 қайтара жуатын боламыз. Алманы жуып болған соң, енді оны турауға көшетін боламыз. Алманы осылай жартылай пішінді ретінде тураймыз. Алманы алып, артық керек емес, яғни шірік жерлерінің барлығын алып, оны осылай тураймыз. Енді оны осылай турайтын боламыз. Оны тым жуан немесе жіңішке қылмай, орташа етіп тураймыз. Мен видеоның басында айтқанымдай, бізге 7 килограмм алма қажет болады. Бірақ біз оның артық керек емес жерлерінің барлығын алып тастаған соң, ол 6 килограмм алма болып қалады. Енді осы алмаларды осылай турайтын боламыз. Енді банкаларымызды жақсылап жуып, жақсылап шайып, оны осылай күнге қаратып төңкеріп қоямыз. Яғни оның суларының барлығы осылай күнге қаратса жақсылап кеуіп қалады. Енді қазанға 5 литр су құямыз. 5 литр су жақсылап қайнаған соң, оған қантымызды қосамыз. 4,5 килограмм қант қосамыз. Енді су мен қантымызды жақсылап араластырып қайнатамыз. Сол кезде ол сироп дайын болып шығады. Сиропымыз осылай қайнап тұрған кезде, оның үстінен біздің бағанағы дайындаған тураған алмаларымызды қосып жіберетін боламыз. Алмаларды сироптың үстіне қосқан соң, енді сиропымыз бен алмамызды бір келкетіп араластырамыз жақсылап. Енді оны осылай жақсылап араластырып, одан кейін қақпағын жауып қойып, орташа отта шамамен 40-45 минуттай уақыт пісіретін боламыз, яғни қайнатамыз. 40-45 минут уақыт. 40-45 минут уақыт өткен соң, оның астына отты салмай, жай ғана қақпағын жауып қойып, 2-3 сағатқа қойып қоямыз. 2-3 сағатқа қойып қоюдың себебі, ол 2-3 сағат тұрған кезде оның арасындағы алмалар езілмей, дана-дана болып, дайын болып шығады. Сол кезде тосап дәмді болады, және де алмалары езілмей, дана-дана болады. 2-3 сағат тұрған кезде біз банкаларымызды залалсыздандырамыз, яғни стерилизовать етеміз. Шайнектің қақпағын ашып, ішіне азғантай ғана су құйып қайнатамыз. Қайнаған шайнектің үстіне осылай банкаларымызды төңкере қойып, 2-3 минут осылай қойып қоямыз. Одан кейін келесі банкаларымызды да алып осылай залалсыздандыратын боламыз. Міне банкалардың барлығын осылай залалсыздандырып шығамыз. Және де банкалардың қақпақтарында залалсыздандыруды ұмытпаңыздар. Суды қайнатып, ішіне қажет қақпақтардың барлығын салып, залалсыздандырып шығамыз. Енді 2-3 сағат өткен соң, бағанағы тосабымызды алып, астына қайтадан от салып, шамамен 30 минут уақыт қайнатамыз. 30 минуттай ол қайнаған соң, енді оны осылай ыстықтай бағанағы стерилизовать етілген банкаларымыздың ішіне құйып шығатын боламыз. Банкаларымыздың барлығына осылай дайын болған тосабымызды құямыз. Бұл дәл осы дайындалатын алмадан жасалынатын тосап міндетті түрде сіздерге ұнайды. Бұның дәмі кәдімгі табиғи балдай татитын керемет болып шығады. Дәл осы вареньяны сіздер дайындап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтынына мен сенімдімін. Енді алмаларды закрывалкамен жауып тастаймыз. Бұл варенья қысқа сақталынатын өте дәмді тосап. Егер де сіздер видеоның соңына дейін қарап жатқан болсаңыздар, дәл осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Жібек. Алмадан жасалынатын өте дәмді, балдай татитын тосабымыз дайын болып шықты. Бұны мейлінше салқын жерде сақтауға тырысыңыздар. Келесі кездескенше.